Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаға шүкір, міне Шағбан айы келіп жетті. Уақыттар зулап, түндер мен күндерге ұласып, міне қасиетті айлардың бірі Шағбан айына келдік. Біз Рамазан алдындағы берекелі рухани дайындық айы Шағбан айының қалай қарсы алу керектігін әлбетте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадистер мен ғұламалардың сөздерінде келтірілген. Аллах Тағала Құран кәрімде астағфирулла инна иддата шухури индаллахи исна ашра шахран, расында Алланың қасында айлардың саны 12 ай. Тәубе сүресінде келтіреді. Бірақ осы 12 айдың ішінде жүрекке ерекше ләззат сыйлайтын, иманды тірілтетін, иманды күшейтетін ай бұл Шағбан айы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айрықша осы айды жақсы көрді. Басқа айларға қарағанда көбірек ғибадатқа ден қойды. Айша анамыздан радиаллаху анха жеткен мына бір хабарда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бидей айтады: "Ма раайту набия саллаллаху алейхи вассалам фи шахри аксара сияман минху фи шаъбан." Мен пайғамбардың, Алланың оған игілігі мен сәлем болсын, Шағбандағыдай көп ораза ұстағанын ешбір айда көрмедім. Бұл бізге үлкен сабақ болу керек, құрметті ағайындар. Егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы айды ерекше жақсы көрген болса, онда біз де сол айды сондай деңгейде жақсы көріп жүрміз бе? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай дейді: "Бұл амалдар әлемдердің Раббысына ұсынылатын ай. Мен амалымның ораза ұстап тұрған күйде көтерілуін жақсы көремін" деген. Яғни жыл бойы жасаған амалдарымыз осы айда Аллаға ұсынылады. Сондай-ақ біз өз дәптеріміздің, амал дәптеріміздің қалай жабылғанын қалаймыз? Ол дәптерде не жазулы тұр? Тәубе ме, садақа ма, намаз ба, әлде немқұрайлық ба? Аллах Тағала былай дейді: "Астағфирулла, илейхи яс'адул калиму тоййибу вал амалу солиху ярфау." Жақсы сөз оған көтеріледі, ал ізгі амал оны көтереді дейді Фатыр сүресінде. Сондықтан Шағбанда жүректі тазарт, тілді зікірге үйрет, деніңді ғибадатқа баула. Енді Шағбан айының ортасында келетін, қасиетті түнге келетін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде келтіреді: "Ятталиуллаху иля халқихи лейлатас нисфи мин Шағбан, фаяғфиру ли джамиъи халқихи илля ли мушрики ау мушахин." Аллах Тағала Шағбан айының ортасы түні барлық жаратылысқа назар салып, барлық құлын кешіреді. Тек Аллаға серік қорқан мүшрик пен мұсылман бауырына кек сақтаған пенде дейді. Міне осы екі кісіні ғана кешірмейді екен. Сондықтан біз жүрегімізді өшпенділіктен өшіруіміз керек. Кімді ренжіткен болсақ, оны кешіруіміз керек. Кімге ауыр сөз айтқан болсақ, оғыл бауырымызды разылығын алуымыз керек екен. Салихалы ғалымдар бидеп айтқан, осы қасиетті айға байланысты: "Ережеп егін егетін ай, Шағбан егінді суаратын ай, Рамазан егін оғыратын ай" деген екен. Егер сен ережепте екпесең, Шағбанда суармасаң, онда Рамазанда сен не орасың? Сондықтан дәл қазір намазыңды түзет, Құраныңды қолға ал, және де түнгі намаздарға бойыңды үйрет, нәпсіңді тәрбиеле. Енді Шағбан айында қандай жоспар құруымыз керек? Біріншіден, Шағбан айында шынайы тәубе жасауымыз керек. Және де екіншіден, нәпіл ғибадаттар, ораза ұстауымыз керек. Дүйсенбі, бейсенбі күндері, немесе әр айдың 13-і, 14-і, 15-і күндері. Және күнделікті Құран оқу, Құрандымызды күшейтуіміз керек. Және де түнгі тахаджуд намаздарына ден қойып, кешкі зікірлерді қалдырмауымыз керек. Рамазан келгенде жәннаттың есіктері ашылады, тозақтың есіктері жабылады. Міне, Шағбан сол есіктерге апаратын баспалдақ деп айтсақ болады. Қорытындылай келе, Аллах Тағалам, біздерді осы Шағбан айын берекелі етіп, қасиетті Рамазанды иманмен қарсы алуды, және де жүректерімізді тазартып, күнәларымызды кешірген күйде осы Шағбан айын аяқтауымыз Алла баршамызға нәсіп етсін. Вальхамдулиллахи раббил аламин.